Қайырлы күн. Бүгін сіздермен құрамы қарапайым ғана заттардан тұратын өте тойымды, дәмді, кез келген дастарханыңыздың сәні болатын алатау салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен капустамызды алып, жақсылап тазартып аламыз және де осылай үшбұрыш етіп турап аламыз. Қиярларымызды осылай ортасынан теңдей 4 бөлікке бөліп, соломка етіп жұқалап турап аламыз. Қызанағымызды кубиктеп майдалап тураймыз. Қызанақтарымызды турап алғаннан кейін шұжықтарымызды дөңгелектеп турап осылай 4 бөлікке бөлеміз. Ірімшікті де осылай жұқалап үшбұрыштап турап аламыз. Салмамыз осымен дайын. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін аз ғана тұз және қарабұрыш қосып, үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Бізге бетін сәндеуге осындай чечил қажет болады. Кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын ашып аламыз. Салатымызды ыдысымызға салып, чечилді төбесіне орналастырамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.